Саламатсың ба балақай? 107-ші сабақ 11-ден 20-ға дейінгі сандар. Сабағымызды бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Бірінші тапсырма. Бақшадан қанша килограмм қызанақ пен қияр жинады? Тапсырманы орында дейді. Сол жақтағы бірінші суретте суретпен қысқаша жазылуы бойынша есеп құрастыр дейді. Ал екінші оң жақтағы суретте қысқаша жазылуы бойынша кері есептер құрастыр дейді. Ал суретке қарайтын болсақ, бізде қызанақ 12 килограмм берілген, ал қияр 8 килограмм берілген. Барлығы қанша килограмм екені белгісіз, соны табуымыз керек. Ал кері есепте қалай құрастырамыз? Ал кері есепте бізде қияр 8 килограмм, барлығы 12 килограмм, сонда бізге қызанақты табуымыз керек. Қызанақты табу үшін 12 килограммнан 8 килограммды азайтамыз. Екінші тапсырма. Сұлбасын дәптерге салып, оны толтыр, есепті шығар дейді. Бақшаға 15 түп қызанақ пен 5 түп қияр отырғызылды. Барлығы қанша түп көкөніс отырғызылды? Кері есеп құрастыр. Сұлбасын дәптерге сызып, көп бөлігіне 15 деп жазамыз, аз бөлігіне 5 деп жазамыз. Енді соның астыңғы бөлігіне барлығына белгісіз қоямыз. Енді шартын жазайық. Бақшада қызанақ 15 түп, қияр 5 түп, барлығы белгісіз. Барлығын табу үшін 15-ке 5-ті қосамыз, сонда 20 шығады. Сонда барлығы 20 түп көкөніс отырғызылды. Кері есеп құрастыратын болсақ, бақшада қызанақ 15 түп, қияр белгісіз, ал барлығы 20 түп. Енді қиярды табу үшін 20-дан 15-ті азайтамыз. 5 қалады. Сонда бақшада 5 түп қияр отырғызылды. Үшінші тапсырма. Есепте өзара байланысты өрнектер құр дейді. Қосуды азайтумен тексеріп көреміз. 12 қосу 4 тең 16 болады. 16-дан 4 азайтамыз 12. 10 қосу 7 тең 17. 17-ні 7-тен азайтамыз тең 10 қалады. Келесі 16-ға 2-ні қосамыз 18. 18-ден 2-ні азайтамыз 16 қалады. Келесі 10-ға 2-ні қосамыз 12. 12-ден 2-ні азайтамыз 10 қалады. Сонда біз қосудан азайтуды, азайтудан қосуды алып есептей алады екенбіз. Төртінші тапсырма. Бірінші бағанға қосындыларды, екінші бағанға айырмаларды жаз. Олардың мәнін тап дейді. Берілген өрнектердің мәнін тауып, бірінші бағанға қосындыларды жазасын. Мен қосындыларды қызыл түспен бояп шықтым, қоршап шықтым. 2 қосу 5 тең 7. 13 қосу 6 тең 19. 3 қосу 3 тең 6. 11 қосу 2 тең 13. 2 қосу 8 тең 10. 0 қосу 7 тең 7. 12 қосу 5 тең 17. 5 қосу 5 тең 10. Бұлар қосындыға берілген өрнектер. Бірінші бағанға жазамыз. Енді екінші бағанға айырмаларды жазамыз. 5 азайту 3 тең 2. 17 азайту 5 тең 12. 7 азайту 5 тең 2. 20 азайту 4 16. 10 азайту 4 6. 19 азайту 4 15. 8 азайту 2 тең 6. 20 азайту 3 тең 17. Бесінші тапсырма. Есепті шығар. Қызанақтарды дөңгелектермен белгіле. 3 түрлі қызанақты қатарға қалай әртүрлі орналастыруға болады? Әртүрлі нұсқаларын сал дейді. Мен 2 нұсқасын көрсетейін. Бірінші жасыл қызанақ, қызыл қызанақ, сары қызанақты орналастыруға болады. Келесі қызыл қызанақ, сары қызанақ, жасыл қызанақты орналастыруға болады. Тағы да ойланып көр, қалай орындарын ауыстырып орналастыруға болады? Дәптеріңе суретін салып, 3 түрлі түспен бояп қой.
осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол балақай.